айтамын. Өйткені біз көп жағдайда оңай бизнесті өзіміз қиындатып аламыз. Сол үшін де барлықтарыңыз бизнес партнерларыңызды кіргізіңіздер. Бүгінгі прямой эфирда в основном партнердің қателігі, в основном спонсордың қателіктері айтылатын болады. Сол қателіктерден кішкене өздеріңізге бір зат түйіп, алдағы уақытта алда Таиланд, одан бөлек қаншама конференциялар бар, қаншама компанияның маркетинг план успехасында өте үлкен мүмкіндіктер бар. Соған жаңағы айналып жетпей, сіздерді прямой жеткендеріңізді қалаймын. Сол үшін де бүгін сіздермен өзімнің 99 қателігімді, сіздер өспей жатқан 99 қателік, ал керісінше мені өсірген 99 қателік жайлы сіздермен бөлісетін боламын. Қазір барлықтарыңыз кіре беріңіздер. Сол кезде кімнің кіріп, кімнің қарап отырғанын уже сразу қаншама адамдардың арасынан көре аламыз. Қыздар, ендеше мен прямой эфирді бастайын. Мен де сіздерді көргеніме қуаныштымын. Қалым өте жақсы. Шүкір, рахмет қыздар. Бүгін өте көптеген сұрақтарға жауап аласыздар. Себебі мен қандай жерде жүрсем де, Инстаграм болсын, немесе көшеде жүрсем де, немесе WhatsApp-қа өздері арнайы шығатын қыздар бар. Менде осындай жағдайлар болды деп. Ол жағдайлардың барлығын ойлап қарасам, кезінде менде кездескен жағдайлар. Сондықтан да қыздар, Oriflame-да қиындықтардың барлығы ол пока сіз түсінбей жасаған қателіктеріңізден. Егер де ол қателік болмаса, сіздер оны түсінбеуші едіңіздер. Сондықтан да каждый қателікті өздеріңізге сабақ ретінде қабылдаңыздар, оны керісінше кері кетуге емес. Мені осы бизнесқа келген кезде 99 қателік өсірді. Каждый қателікте мен еңсем түспейтін, каждый қателікте оның не екенін өте жақсы түсінетінмін. Сол үшін де қазір мен сіздерге басынан бастапқы қателіктерді айтайын. Сол қателіктер, ол әрине біздің бизнеста особо ешқандай секрет жоқ, қыздар. Ешқандай бір фишка жоқ, ешқандай волшебная палочка жоқ, былай бүйтесің и орындала салады деген. Барлығында бір система, барлығында бір метод, барлығында бір обучение, барлығында бір компания, барлығында бір акция, барлығында бір компанияны беріп жатқан мүмкіндіктері, барлығында бірдей план успеха, бірақ әркім өзінің миының жеткен деңгейіне қарай алады, қыздар. Сіздерге ұнай ма бұл сөз, ұнамайды ма? Потому что біздің әрбір іс-әрекетімізді жасататын біздің басымыздағы кішкентай ми. Егер де сіз басыңыздағы 5 килограмм миды басқара алмасаңыз, 5 килограмм ми сіздің 60 килограмм денеңізді жеңіп кететін болады. Сол үшін де қыздар, ойламаңыздар. Мысалы, бүгін ғана бір партнермен кездесіп қалдым. Ол кісі айтады, мен сіздің осындай командаңыздамын, спонсорым осындай. Енді менің глубинам, бізде осындай болып жатыр, как-то барлығы күшті басталып еді, ал қазір осындай қиындықтарға тап келдік, осынша 1000 теңге ақша салып жібердім. Сол қиындықтардың барлығын былай тыңдап отырамын да, қыздар, қазір бүгін сіздерге сол жайында айтатын боламын. Сол үшін де командаларыңыздың барлығын кіргізіңіздер, что ертең реніш болмасын, менің спонсорым былай жасамады, немесе сіздерде реніш болмасын, мен партнерыма жасадым, бірақ ол маған ешқандай отдача бермеді деп. Сол үшін де бүгін сіздермен қандай партнермен жұмыс жасау керек екенін түсіндіретін боламын. 900 адам.
Қыздар, бүгін сіздерді прямой эфирда көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Өзімнің прямой эфирға шықпағаныма жарты жылға жуық уақыт өтіпті. Әрине мен чаттарда, WhatsApp чаттарда өте активно жұмыс жасаймын, бірақ мен пока прямой эфирға шықпағаныма өте ұзақ уақыт болды. Оның себебі көп лидерларымның жаңағы самостоятельность, олардың қандай жаңағы деңгейде дайындықтарын, олардың қандай өздерінің дамығанын, соның барлығын өзім қарап, бақылап отырдым. 6 айдың ішінде байқағаным, қыздар, менің бизнесім өте мықты, ең күшті, стабильный бизнес екеніне көзім жетті. Енді сіздермен өзімді таныстыра кетейін. Менің атым Ғазиза, 4 баланың анасымын. Oriflame компаниясында жүрген, жұмыс жасап келе жатқаныма 7 жыл. Компанияда 7 жылдық опыты бар маманмын. Даже 7 жылдық емес, 7 жылдық студентпін, қыздар. 7 жыл оқып жүрген компанияда студентпін, себебі мен де көп адамдар секілді күнде ізденемін, күнде оқимын, күнде осы жерде білім аламын. 7 жылда компания маған не берді? 7 жылда компания маған Қазақстан, Россия, Европа аумағынан өте үлкен, шексіз команда берді. Тамырлап кеткен өте мықты команда берді. 7 жыл маған не берді? 7 жыл маған Қазақстанның аумағынан 5 пәтерімді алуға мүмкіндік берді. Қазір мен тек қана пассивпен ғана жұмыс жасап жатырмын, қыздар. Ешқандай жаңағы роскошный үйім жоқ, ешқандай бір күшті автокөлігім жоқ. Компания берген Toyota 70-тен басқа, немесе бір күшті жаңағы пока өзім армандаған үйде тұрған жоқпын. Оның барлығы қазір мен пассив қалыптастыру, потому что Роберт Кийосакидің енді бұл жерге келген кезде ақша табу бар, ақшаны грамотно жұмсау бар, қыздар. Сол үшін де Роберт Кийосакидің кітаптарын оқыған кезде сен бірінші от души пассив қалыптастырып ал, какой-то бір процентке өмір бойы өмір сүретіндей. Мен сол миыма қалыптасып қалды да, қазір менің барлық ойым пассив қалыптастыру. Когда сіз ұйықтап жатқан кезде үйіңізден прям колонкадан жаңағы су ағып тұрған секілді жан-жақтан пассивный доходтар ағып тұру керек. Қыздар, түсінесіздер ма? Жан-жақтан пассивный доходтар ағып тұру керек. Енді 7 жылда компания есебінен 6 жылда алғаш рет өткен жылы Испания мемлекетінде болдым. Қазір оны да мен осы жолы ана саяхатқа ілінбей қалдым, осы жолы мына саяхатқа ілінбей қалдым дейтін адамдарға да тоже сабақ ретінде айтып жатырмын. 6 жыл дегенде мен компания есебінен ең алғаш өзімнің алғашқы саяхатым Испания, Пальма де Майорка островына бардым. Ең қуаныштысы, сол 6 жыл зая кеткен жоқ, 6 жыл текке кеткен жоқ. Қанша қиындықтар, қанша құлаулар болса да, 6 жыл маған командамен бірге, қыздар, 60-қа жуық адамды сол Пальма де Майоркаға жеткізуге мүмкіндік берді. Енді мен үшін өте қатты қуаныш болды, себебі өзім жаңағы ең алғаш Золотая конференцияға бара тұра, Золотой директорлардың 80% менің структурамнан болғаны мені өте қатты қуантты. Сол кезде, қыздар, опыттың құны қаншалықты төленгенін мен түсіндім. Қазір сіздердің қателіктеріңіз, қазір сіздердің жасап жатқан әрбір істеріңіздің барлығы, қыздар, ол сіздердің опыттарыңыз. Ойламаңыз, анау заяға кетті, анау заяға кетті, ешқандай да заяға кеткен жоқ. Қыздар, дауыс естілмейді ма? Егер де дауыс естіліп тұрса, плюсик қоямыз, қыздар. Қазір бізде небәрі 1 сағат уақыт бар, и то оның 40 минут уақыты қалды. Егер де мен дауысым естіліп тұрса, плюсик қоямыз. Нұргүл, мен дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, рахмет, қыздар. Міне компаниядан 6 жыл дегенде ең алғашқы саяхатқа бардым. Компаниядан алғашқы рет компания есебінен өзімнің партнерларыммен бірге самолетқа отырдым. Енді бірінші рет отырған жоқпын самолетқа, бірақ өз партнерларыммен бірге компания есебінен ең алғашқы самолетқа отыруым болды. Одан бөлек қандай жетістіктер болды? 7 жылдың ішінде өте үлкен өмірлік тәжірибе алдым. Себебі, қыздар, айтады ғой, өмірде өзіңді жаңағы дамытқың келсе, өмірде өзіңді как жеке адам ретінде дамытқың келсе, онда сіз үшін ең күшті мүмкіндік сетевой маркетинг дейді. Сетевой маркетинг маған барлық жағынан дамуға өте үлкен өзінің мүмкіндігін берді. Өйткені бұл жерде біз физически ешқандай жұмыс жасамаймыз, біз бұл жерде мимен жұмыс жасаймыз. Біздің қазір бүкіл жемісіміз, бүкіл жеткен жетістіктеріміз, қиындықтарымыз, опыттарымыздың барлығына мидың фильтрациясы. Мида не өтіп жатыр, сол біздің өмірімізде болып жатыр. Сондықтан да айтқым келгені, міне 7 жылда 24 Diamonds деген
мен өте үлкен команда. Қазір командамда президентовый командалар бар, қазір командамда президентқа келе жатқан командалар бар. Мен бұрын бриллиант деп айтатын болсам, 24 Diamonds-тың атын срочно президент деп ауыстыру керек секілді, қыздар. Уже командамда менімен бірге қаншама қыз президентовый командаға келе жатыр. Тағы қандай жетістіктерім бар? Қазір командамда 800-ге жуығана үйде отырып пассивный доход алады. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен жетістігім. Себебі осы бизнесқа келген кезде менің айналамдағы ешқандай адам менімен бірге еріп кетіп бизнес жасаған жоқ, қыздар. Ал қазір өзім ойлап қарасам, Қазақстанның ана түкпірінде, Қазақстанның мына түкпірінде, бүкіл тіптен басқа мемлекеттерде уже 24 Diamonds-тың дамып кеткені мені өте қатты қуантады. Бизнесқа 2013 жылы осознанно келдім. Көп адамдар бизнесқа неосознанно келеді, сондықтан да өздерінің 1 жыл, 2 жылдарын жоғалтып алады, қыздар. Мен 1 жыл болдым дегені, ол бизнес жасадым деген емес, қыздар. Сіз қашан бизнесқа осознанно келесіз, сол кезде ол сіздің бизнесіңіз басталады. Мен неліктен бизнесқа осознанно келдім? Өйткені универді көрдім, магистратураны көрдім, университетті көрдім, общаганы көрдім, немесе общежитияны көрдім отбасымен бірге. Одан бөлек Астанадағы өмірді көрдім. Сол өмірдің барлығы мені пісірді де осы жерге осознанно алып келуге мүмкіндік берді. Өйткені анализ жасайсың. Мен мына жерде 9 жыл оқыдым, 9 жылдан кейін мені 60 мың теңгелік жұмысқа қабылдады. Ана профессор де істесін, ана доцент де істесін, ана өзінің диссертациясын қорғап жатқан кандидат диссертациясын қорғап жатқан профессорлар де істесіне, солар да естіген кезде 8 жылда қорғапты, 10 жылда қорғапты, 8 жылда мемлекет есебінен үй алыпты, 9 жылда осындай жетістіктерге жетіпті деген кезде мен өзіме сразу сұрақ қойдым: сен 9 жыл жүргің келе ма тағы? Немесе тағы да 10 жыл жүргің келе ма? Бірінші себеп осы болды мен ойландырған. Ал екінші себеп, қыздар, сіз кім болыңыз? Кім болыңыз? Егерде сіз найымда жұмыс жасайсыз ба, сіз рабсыз. Мен директормын, мен гараномын, немесе мен күшті бір мынандай бір неде фирмада жұмыс жасаймын. Егерде ол фирма сіздік емес па, қыздар, сіз сондай фирмада жұмыс жасайсыз ба? Кім болыңыз, қыздар? Сіз рабсыз. Өйткені сіздің сол жерде арнайы бөлген уақытыңызға төленетін ақшаңыз бар. Сіз сол ақшаңыз үшін сол жерде жүрген рабсыз. Мені бұл бизнесқа келуіме бірден бір себеп, қыздар, менің бастыққа бағына алмауым болды. Себебі, білесіздер, декан болады, университетте жұмыс жасаған кезде деканның неше түрлі мінезі болады, деканға ұнайтын заттар болады, деканға ұнамайтын заттар болады. Өйткені ол сенің бастығың. Деканға не ұнаса, соны көбірек жасауға тырысамыз. Деканды қандай сөздер күлдірсе, сол сөздерді көбірек айтуға тырысамыз. Қыздар, басқа адамдардың қолынан ол келген шығар, бірақ менің қолымнан ол зат келген жоқ. Менің қолымнан ол зат келген жоқ, сондықтан да маған бастықпен тіл табысы өте қиын болды. Басқа қыздар, ой, аға, деп кішкене еркелеп өзінің жағдайын түсіндіре алатын болса, ал мен өз жағдайымды түсіндіре алмадым. Прям мына жерде бір сөзді жібермейтін бір нәрсе қатып тұрады. Менікі специально емес қой, анау тоже кешікті, неге оған үйтпейді екен, неге маған кеп, неге елдің барлығын бірге көрмейді екен деген реніштер пайда бола бастады. Прям мына жеріңіз қатып қалады. И сондықтан да, қыздар, мен ондай жұмыста жұмыс жасай алған жоқпын. Кім лидер, қыздар? Ондай жерден міндетті түрде түбінде кетеді. Ал лидер еместер өмірін жаңадан бастауға, өмірін қайтадан сызуға олар қорқады да, даже соған дайын болады. Сондықтан да, қыздар, работа от слова раб. Сіз хоть кім болсаңыз да, мен анаумын, мен мынаумын деп төбелеріңіз көкке шүйірмеңіздер. Сіздің де бір күн уақытыңыз келеді, ол жерден басқа біреуге орынды босататын, сіздің де ол жерден уақытыңыз келеді. Бірақ уақыт келген кезде ол жерден ең өкініштісі пассивный доход қалыптастыра алмайсыздар. Енді компанияда айтқым келгені, қазір менің доходым әр 21 күн сайын 4 миллион 200. Бүгін көрсетем ба деп едім. Бірақ мен телефоным iPhone емес, сондықтан да сіздерге көрсете алмай отырмын. Оны міндетті түрде мен чаттарға анда-санда жіберіп тұруға тырысамын. Бізде информационный листок деген болады. Сол информационный листокта директорский бонус, золотой бонус, сапфировый бонус, бриллиантовый бонус, дважды бриллиантовый бонус, исполнительный бонустар болады. Сол бонустар, қыздар, қазір маған қанша көлемінде түсетіні. Инфобонус қана бізде пассивный емес, инфобонус бізде әр 21 күн сайын жасалатын доходқа біздің инфобонус деген
ол пассивный емес. Ал қалған директорский, золотой директорский, сапфировый, бриллиантовый, дважды бриллиантовый, исполнительный доходтардың барлығы қыздар пассивный доходтар. Ол қыздарды сіз когда-то күш салған шығарсыз, когда-то үйреткен шығарсыз, когда-то жол көрсеткен шығарсыз, когда-то ол қыздармен күндіз-түні ұйықтамай бірге болған шығарсыз. Бірақ қазір міне қыздар, көп қыздармен уже 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдың көлемінде бірге емеспін. Ол қыздармен уақытша бірге бір мақсатқа жұмыс жасағанмен, ол тоже өз мақсатына кетеді ары қарай. Сізге партнер жабысып қалмайды, айтқым келгені. Сіздерге партнер жабысып қалмайды қыздар. Сол секілді, бірақ ақшасы жабысып қалады. Соны ешқашан ұмытпаңыздар. Партнерға не жасасаңыз да жасаңыз, бірақ басы бар партнерға. Ал ол сізге уақытша ғана үйренгенге дейін ғана, жол көрсеткенге дейін ғана, табысқа жеткенге дейін ғана, уже бір нәрсеге сенімділігі пайда болғанға дейін ғана ол сізбен бірге болуы мүмкін. Уже ары қарай ол өзінің принциптары, ол өзінің жолы, ол өзінің басында жаңағы өзінің пландары қалыптаса бастаған кезде ол сізбен бірге болмайды. Бірақ оның доходы мәңгілік сізбен бірге болады. Сол үшін де мен партнерыма ананы жасадым, мен партнерыма мынаны жасадым деп айту жаңағы ол өте артық. Өйткені не жасасаңыз да қыздар, барлығын өздеріңіз үшін жасадыңыздар. Егер де ол бағаламай жатыр ма, онда сізде мүмкіндік бар оны басқа адамға ауыстыруға. Партнер деген қатып қалған бетон емес. Просто оны бетон қылатын сіздің жалқау сеніміңіз. Содан шығып қалатын шығар, содан шығып қалатын шығар, содан шығып қалатын шығар. Уже 1 каталог, 2 каталог, 3 каталог дегенде шықпады ма қыздар? Жіберіңіздер. Прям жіберіңіздер ол партнерді. Келіңіздер, басқа өзіңізге ұнайтын. Сізде всегда выбор бар. Қандай адаммен жұмыс жасауға. Көп жағдайда сіздерді қиындататын қыздар сол партнерді бетон ретінде қатырып ұстап алу. Соңында бір-біріңізден жалығасыздар. Ол сізден жалығады, сосын анда шығады, сіз одан жалығасыз, и соңында өз бизнестарыңызды өздеріңіз қиындатып жүргендеріңіз. Мен информационный листокпен постоянно анализ жасаймын. Постоянно. Командада қанша 22% шығып жатыр, структурада қанша 22% шығып жатыр. Мен оны әрине былай глубина болғаннан кейін біле алмаймын, бірақ проценттің деңгейлеріне қараймын. Егер де ол өткен каталог 18%, осы каталог 22-ге өтті ма, значит нағызда өсу бар. Оның лидерін қараймын. Значит, на лидерда өсу бар. Ал кейбір лидерлар болады, прям золотой директорда қатып қалған. Күшті, рахат, пассивный доход, прям золотой директорда қатып отырып алады. Қыздар, отырыңыздар. Егер де сіздің астыңызда директор золотой, оның астында директор золотой, оның астында директор золотой болса, отырыңыздар. Өйткені бұл пассивный доход. Сіз қанша веткамен жұмыс жасайсыз, қанша званияға дейін жұмыс жасайсыз, қанша доход алғыңыз келеді, сізді ешкім зорламайды, барлығы да сіздікі. Бірақ сол 2 веткаңыздың асты өте мықты болу керек. Өз доходтарыңыз үшін өзгені ұстамаңыздар. Спонсорларға айтатыным, ал партнерларға айтатыным, келдіңіздер ма, спонсордың уақытын алмаңыздар, өйткені спонсордың уақыты қаншалықты күшті екенін мен білемін. Себебі кезінде қаншама лидерімді шығарамын деп памперс ауыстырмаған кездер болған, тіптен балаларыма ыстық тамақты 2-3 күн деп бермеген кездерім болған. Қазір үлкен ұлым 8 жаста, мен онлайн бизнесті дамытып жатқан кезде олар небәрі 3 жаста болатын. Сол кездегі 3 жастағы балам 2 жастағы інісі 6 айлық қарындасына қара суға печенье езіп, соны қасықпен беретін қыздар. Мен тіптен оларға тамақ жасап бере алмағаным соншалықты. Сол үшін де мен спонсорлардың жағдайын өте жақсы түсінемін. Егер де спонсорма, ол значит бір нәрсе жасап жатқан адам. Всегда спонсордан күте беруге болмайды. Егер де спонсор жасап жатыр ма, спонсордың алған доходын алғыңыз келе ма, командада спонсор не жасап жатыр, соны қайталаңыз. Мен прям таңғалам. О, все, мына прямой эфир бомба болды деп. Каждый чаттарға специально прямой эфир аяқталғаннан кейін кіремін. Сол кезде мен ананы алдым, мынаны алдым, бомба, күшті, все, маған ту кетті, менің жаңағы точкамды басты, менің точкамды тапты, енді мен тау қопарамын деген қыздар, келесі прямой эфирда қыздар сол сөзді айтып отырады. 6 айдан кейін тағы да прямой эфирда именно сол қыздар әлі сол сөзді айтып отыр. Біреуінің де процент өспеген, біреуінің де званиясы көтерілмеген қыздар. Түсінесіздер ма? Сол кезде мен түсінемін, сонда осылардың бала-шағасы 1 сағат не істейді екен? Как будто прямой эфирді қыздар сериал секілді көре беруге болмайды. Сіздер үшін прямой эфир как сериал секілді. Ананың историясын тыңдап аласыздар да жатасыздар, келесі күні прямой эфирді күтіп, сол аралықта сол қыздың айтқанынан, сол лидердің айтқанынан сіз не түйдіңіз, не жасадыңыз, не істедіңіз? Келесіде тағы да прямой эфирға кіреміз, қыздар, кіреміз. Тағы да сериалдың келесі сериал басталып жатыр дегенде, қайтадан команданы сериалға кіргізесіздер. Команда қайтадан отырады, қайтадан көреді, бірақ өсіп жатқан одно и то же, сол бір лидер.
Ал көріп жатқан команда, бірақ өсіп жатқан бір лидер. Сонда ой, күшті. Қазір осы прямой эфирдан кейін де күшті, мен все, өзіме керегімді алдым, енді осы қателіктерді қайталамаймын дейсіздер де, бірақ ертеңгі прямой эфирға дейін сіздер тағы да осы күйлеріңізге түсесіздер. Солай 6 айдан кейін ертең біз Таиландта жүреміз, білесіздер, Таиланд қандай күшті болатын, Таиланд қандай. Өйткені қыздар, Таиланд Oriflame тарихында жай ғана директорға баруға берілген 53 жыл тарихында ең бірінші рет жағдай. Неге екенін білесіздер бе? Себебі біз өткен жылы Америкаға баруымыз керек болды, бірақ форс-мажорға байланысты бізді жібере алмады компания. Ол компанияның кінәсі емес, ол жалпы әлемде болып жатқан пандемия, Сол үшін де компания келді де Испанияны қалдырды. Енді біз олардан ананы алдық, енді бұларға жұбаныш, бұлар өсу үшін, бұлар ары қарай план успеханы пайдалану үшін, бұлардың директорларына мүмкіндік берейік деп, қыздар, исполнительный конференция деңгейіндегі саяхатты келді де сіздерге беріп қойды. Енді жай ғана директор званиясында осы саяхатқа бара алмасаңыздар, қыздар, прям өмірден ешнәрсе күтпей ақ қойыңыздар. Егер де Таиландқа бара алмасаңыздар, Таиланд, қыздар, оп-оңай. Небәрі 7500 балл товар оборот. Енді мен айтамын да, торговый представитель деген бізде жұмыс бар, торговый представитель деген райондарды, жаңағы бүкіл магазиндерді аралап жүріп, бірақ сол тоже біз представительміз, қыздар. Oriflame'ның біз представительдарымыз. Сол секілді торговый представитель деген адамдар тоже каталогтарын алып алады, ана магазинге барып заявка жинайды, мына магазинге барып заявка жинайды. Солар бір күнде қанша заявка жинайтынын білесіздер ма, қыздар? Бір күнде 802 миллион теңгеге заявка жинайды. Ал біз жалғыз адам 802 миллион теңгеге заявка жинайды. Соның 2% олардың доходтары. Сонда олар бір күндік 20 мың теңге үшін жаңбыр жауып тұр, қарамайды, қар жауып тұр, қарамайды, немесе аяз ұрып тұр, қарамайды, немесе жаңағы білесіздер, райондарда барлығы магазиндер түзу көшелерде салынбаған, олар дом-домдардың арасында соның барлығын өздері жаяу аяқпен солай жүріп заявка жинайды. Бірақ олардың бір күнде жасайтын объемы сол фирмаға 802 миллион теңге аралығында. Содан ол өзінің 2% алады. Егер де 800 мың теңгеге заявка жинаса, оның 2% қанша, қыздар? 1%, 2% әр фирманың продукциясына байланысты примерно 8 мың, 10 мың теңге өз пайдасын алады. Сонда ол 8 мың, 10 мың теңге үшін 800 мың теңгелік заявка жинайды. Ал мына жерде біз үлкен бизнесқа келеміз, үлкен доходқа келеміз. Бізге компания саяхатты ұсынып тұр, компания бір саяхаттың жолында қаншама премияны ұсынып тұр, әр 21 күн сайын пассивный доходты ұсынып тұр. Торговый представительдер әр ай сайын соны жасайды. Егер де ол басқа фирмаға ауысып кететін болса, ол клиенттарын алып қала алмайды, оны басқа районға жібереді. Ал мына жерде жай ғана директор званиясында, қыздар, біздің астымызда команда болады. Біздің астымызда өзімізді қайталайтын адамдар болады, көбейетін команда болады. Сол үшін де, қыздар, пассивный жұмыспен активный жұмысты айыра біліңіздер. Енді бір Таиландқа бару үшін, қыздар, 150 балды проблема қыламыз. Бір Таиландқа бару үшін 7500 балдың товар оборотын жасауға біз проблема қыламыз, қыздар. Таиландқа бару үшін 7500 балдың товар оборотын жасауға проблема қыламыз. 7500 балдың 150 балы ғана сіздікі, қалғаны 49 адамдікі, қыздар. 49 адамды неужели шақыруларыңызға болмайды? Таиландқа бару үшін 49 адамға неге әдемі өмірді ұсынуға болмайды? 49 адамға неліктен осы мүмкіндікті? Әрине 49 адам кездесу үшін мүмкін 4000 адамнан өтерсіз. Өтіңіз, бірақ қандай жерде саяхат бар? Қандай жерде үйде отырып алатын табыс бар? Қандай жерде дайын бизнес бар? Қандай жерде дайын бизнес схема бар? Сондықтан да, қыздар, кішкене өтініш сіздерден миларыңыз қосыңыздар. Бұл жерге келіп 150 балл, ол сіздердің бизнестарыңыз емес. Бұл жерде компания организаторға төлейді. Компанияда 100% адам тіркеледі, бірақ 100%-ның, қыздар, 7-10% ғана компанияның мүмкіндіктерін пайдаланып, өзінің миын соған жеткізе алған адамдар. Ал қалған 93-90% не тұтынушылардан, немесе сатушылардан құралады. Сондықтан да ойламаңыздар. Oriflame'ға тіркелген адамның барлығы доходқа келді, Oriflame'ға тіркелген адамның бары доход таппай жүр, немесе мен ғана әпкем тіркеліп еді. Мүмкін ол қайдан білесіз? Жай ғана тұтынушы болған шығар. Мүмкін ол қайдан білесіз? Тек қана 150 балын салып, ол бір нәрсені күтіп отырған адам шығар. Сол үшін де, қыздар, всегда естеріңізде болсын. Oriflame'да 10% адам
сол айтқан 3 міндетті жасайды, и 10% адамның өмірі өзгереді. Ал қалған адамдар егер де мен Oriflame-да болдым десе, сенбеңіздер. Өйткені ол 3 сағаттың біреуі жасалмаған адам. Егер де 3 сағаттың біреуі жасалмады ма, ешкім сізге табысқа сөз бере алмайды. Ал 3 сағатты игеруге болады, 3 сағатты жасауға болады, 3 сағатты үйренуге болады. Ол қиын зат емес. Енді қазір өзім бизнесқа келген кезде осы 150 балды адам шақыруды, сонымен бірге білім алуды қалай жүргіздім, сол жайында сіздерге түсіндіретін болам, қателіктерімді айтатын болам, жазып отырыңыздар. Егер де ол қателіктер сіздерде де кездесіп жатса, қалыпты екенін түсініңіздер, бұдан кейін сол қателікті дұрыстайтын әрекет жасаңыздар. Компанияға келген кезде мен осы бизнесқа өзімнің қайын әпкем, яғни қайнатамның қарындасы шақырды. Ол кісі маған келген кезде, сол кезден бастап мен уже түсіндім. Ол кісі маған келген кезде тіркел деген сөз айтқан жоқ. Біздің көп лидерлардың қателігі, көп партнерлардың қателігі Oriflame-ға тіркел деген сөзді көбірек айтамыз. Сіз егер де тіркел дейсіз бе, ол адам сізден қашатын болады. Ол кісі маған келіп, бірінші оның көрсеткені омега-3-ді көрсетті. Омега-3 осылай балалардың иммунитетін көтереді екен. Омега-3 осылай иммунитетті көтереді. Как раз мен екінші балам бронхитна, өкпесі сырылдап, үнемі 2 күннің бірінде больницаға жатамыз. Ана кісінің айтып жатқаны маған ұнады. Омега-3 маған керек зат қой. Омега-3 суставтағы жаңағы майларды реттейді екен, сөйтіп буын қақсамайды. Омега-3 қандағы холестеринді шығарады, содан қан айналымы дұрысталады. Бұлай ойлап қарасам, менің айналымдағы адамдардың проблемасы. Омега-3, қыздар, бір омега-3. Сосын wellness-пек жайлы айтты. Мынау стрессқа түсіп жүрген, шашы түсіп жүрген, тырнағы сынып жүрген, күйзеліп жүрген әйелдерге мына витамин өте күшті көмектеседі. И одан кейін ғана барып маған маркетинг планды айтты. Егер де осы заттарды қолдансаң, осынша зат. Енді маркетинг план. Егер де осыны қолдансаң, саған осынша скидка түседі. Бұлай қолдансаң, адамдарға енді осыны айта бастасаң, осынша скидка түседі. Бриллиант мені қатты қызықтырғаны золотой директордан бастап. Золотой директорда саяхатты айтты, қыздар. Саяхат менің бала кездегі ауруым болатын. Саяхат ол менің ең әлсіз жерім. Өйткені мен саяхатты өте қатты жақсы көремін. Алла жазса 40-қа дейін осы Oriflame компаниясында тоқтаусыз тамшы секілді тоқтаусыз жұмыс жасаймын. Ал 40-тан кейін жолдасымыз екеуміздің жаңа балаларды оқуға жібергеннен кейін Алла жазса сіздерде болашақтағы арманыммен бөлісіп қояйын, оған да кішкене аз қалды. Жолдасымыз екеуміз әлемнің бүкіл жерін көргіміз келеді. Енді дүниені жинаймыз оғанға дейін Алла жазса. Oriflame компаниясымен, одан бөлек квартиралармен, и жолдасымен бірге бүкіл әлемнің әдемі жерін көргім келеді. Солай жас, жүрекпен тыныш өмір сүргім келеді. Прям байлықты қуып, анан алдым, все, анан аламын деген менде ондай бір не жоқ, просто әдемі өмір сүргім келеді. Сонда қыздар маған соларды айтты, и золотой директордан бастап саяхатты айтқан кезде мен хоп, тоқтаңыз дедім. Мына золотой директор жасау үшін не істеу керек? Осылай 2 адамды директор қылып шығарасың, былай дөңгелек сызып, екеуін бөліп көрсетіп, мынау 7500 балл, мынау 7500 балл, осылай жасайсың. Солай түсіндірді, бірақ ол кісі команда жинап берем деп сөз берген жоқ. Ол кезде команда жинап беру деген жоқ болатын. Маған просто жақсы қызықтырып информация берді. Сөйттім де мен тіркелген кезде ол кісі маған айтқаны, егер де қазір тіркеліп өзіңе 25 балға заказ жасасаң, саған тегін регистрация болады деді. Қазір де бар қыздар ондай. Сөйттім де мен жарайды онда, мен өзімді қатты жақсы көреді екенмін, қыздар, wellness-пекқа заказ бердім. Даже омега-3 емес, бар ақшама wellness-пекқа заказ бердім. Сол wellness-пек бір аптадан кейін келді, бір аптадан кейін сонымен бірге каталог келді. Ана каталогты қарап отырдым уже өз-өзінен бітіп қалған заттар уже жинала бастады, бірақ оны алатын ақшам жоқ. Каталогтың соңғы күн, сол аралықта ол кезде 200 балл болатын, қазіргідей 100 балл емес, тек қана 2017-ден бастап бізді 150 балға түсірді. На самом деле оғанға дейін біз 200 балл жинайтынбыз. Сол кезде 200 балға чисто витамин бердім, жолдасыма витамин бердім, өйткені мен ұялатынмын каталог көрсетуге, заказ жинауға. Лучше витамин жасайық, витамин ішейік, витамин ешқайда да кетпейді, организмге кіреді деп өз-өзімді алдап, балаларыма өзіме витамин алып, өзімнің 200 балымды жасадым. Енді 200 балл жасадым, телефонмен отырып Шымкенттегі сестрамды тіркедім, оған ана эсподан барып каталог аласын деп каталог алдырдым. Ол өзінің 100 балма, 80 балма жинады, өйткені оның заказы көп заттар болмай қалды да, и сонымен менде 200-280 балдай
сол каталогта шығып тұрдым, и каталог жабылуға 1 сағат қалған кезде бұны да қыздар на заметку, өйткені бұл бизнес сіздің қалай продавать еткеніңізге байланысты. Каталог жабылуға 1-2 сағат қалған кезде Нұргүл тәте звондады. Ғазиза, мен шошып кеттім, мен бір күшті жетістікке жеттім ғой деп. Ғазиза, білесің ба, саған 6%-ке 180 балл жетпей тұр деді. Мен ойлаптым, 180 балл кішкентай зат, 6% нандай зат деп ойлаптым, қыздар. Түсінесіздер ма? 180 балл нандай зат, ал 6% деген, значит, мен көтеріліп жатыр, мен өсіп жатыр, мен тез доходқа шығайын деп жатырмын деп. Ол үшін не істеуім керек десем, давай 180 балл салайық. Өзім 200 балл салдым, сестрам жаңағыдай, и сонымен 180 балл, 450 балға жетпей тұрма. Келдім де мен Нұргүл тәте, мен ешқандай заказ жинаған жоқпын. Давай Мидсамер, қандай нәрсені жақсы көресің деді маған. Маған Мидсамер ұнайды дедім. Онда Мидсамерден 3 штукка, 4 штукка заказ бер. Мен саған барамда, сен онсыз да творог аласың, онсыз да балаларға банан аласың, онсыз да саған асқат продуктіге тамақ ақша береді. Сол ақшаңды сен сала тұр. Мен саған барып, Артемға барып творог ауыстырып берем. Мен саған жаңағы сосискаға ауыстыруды үйретем деп, не керек сол 3 мужской, 3 женский жаңағы Мидсамер деген. Егер де бұрын Oriflame-да жасағандар болатын болса, біледі. Сол парфюмді салып алдым да, и все. Жаңағыны алдым, заказды алдым, өзім пәленбай бал заказ жасап отырмын, личный бал. Нұргүл тәте, молодец, Ғазиза, сенен күшті лидер шығады, күштісің, жарайсың, мне бір каталогта 6% болдың деп маған. Сонда бәрін өзім жасадым, қыздар, бәрін өзім жасадым. Құттықтап жатыр, и мен одан сайын менде жаңа сенім пайда болды. Енді қыздар, жаңағы 3 Мидсамерді айтайын. 3 Мидсамер менің сумкамда Артемға барып, келіп жүріп, сынып қалды. Артемға барып, келіп жүріп, коробка шыртылды. Мен ол 3 Мидсамерді ауыстыра алған да жоқпын, сат алған да жоқпын. Енді қыздар, сол 6%-ке маған примерно 3800 теңгедей доход түсті. 3800 теңге. И оны да Нұргүл тәте маған өте әдемі сатты. Қарашына, 3800 теңге саған жеңілдік түсті. Енді мен ананы қараймын да, келесі каталог, жаңа каталог келген кезде 3800 теңгеге ананы да салып көрем, мынаны да салып көрем, ананы да салып көрем, не? Өйткені витаминның подпискада тұр, ана 3800 теңгеге бір нәрсе алғым кеп тұр. Ананы да салам, мынаны да салам, и Асхатқа айтып қоям, қараш, бізге 3800 теңге түсіпті, күшті я деп. И соңында енді бірінші Асхатқа алайын дедім де, как раз жаңағы ремен шыққан, сол ременді заказ бердім. Бірақ сол заказды алуым үшін қыздар 70 000 теңге төледім. Сол кезде маған жолдасым, Асқат, саған ремен пайда қылдық деген кезде жолдасым маған айтқан сөзі, сен вообще мынандай екесің ғой деді. Сен вообще басың жасамайды екен шынымен. Мен 70 000 теңгеге қандай ремен алатынымды білесің ба деп. И сол кезде түсіндім, қыздар, мен өзімнің қаншама ақша салып тастағанымды. Сол үшін айтқым келгені, сол кезде біздің отбасымызда реніш пайда болды. Сол кезде менің жолдасым ренжіді. Біз білесің, жаңағы жилстройға ақша жинап жатқанымызды, өліп тіріліп менің жұмыс жасап жүргенімді көріп жүрсің, өзің қандай жұмыс жасап жүрсің, е? Күндіз магистратурада оқимын, қыздар, түнде кассада жұмыс жасаймын. Супермаркеттің кассасында жұмыс жасаймын. 15 күн кассада, 15 күн кулинарияда жасаймын. Да, жолдасымыз екеуміз, мен когда түнде жұмыс жасаған кезде, ол күндіз жұмыс жасайды, ол кешкі 8-де келеді, мен кешкі 8-де кетем. Тіптен сол мен 15 күнде біз жолдасымыз екеуміз тек қана телефонмен сөйлесетінбіз. Сонда білесіздер ма, 15 күн әйелі жоқ, күйеу не жасайды, білесіздер ма, қыздар? Ода бостандық пайда болады. Ода уже семейный құндылықтар кете бастайды. Сол кезден бастап көп адамдардың отбасында түсініспеушіліктер болады. Сол кезден бастап уже семейный отношения бұзыла бастайды. Анау өзі мал табуға кетеді, мынау өзі мал табуға кетеді. Сол кезде әйел адам әйел екен, ер адам сол үйдегі ер адам екен ұмыта бастайды. Уже екеуі де бостандыққа кете бастайды. Қазір сіздерге неліктен отбасыны жаңағы берекелі қылу, отбасыны қазір мен гармонияда өмір сүремін. Қазір мен еш нәрсеге алаңдамаймын. Қазір мен жолдасым кетіп қалады демеймін. Қазір мен балаларым бір нәрсе жетпей жатыр демеймін. Немесе мен балаларымды бір жерге тастап, бір жерге барып келуім керек екен демеймін. Қыздар, білесіздер ма? Өйткені 1-ші сынып, 2-ші сынып, 3-ші сыныпта 3 балам оқиды. Үшеуі таңертең 8-де кетеді, кешкі сағат 5-те келеді. Үшеуі де частный мектепте оқиды. Ол жерде 3 мезгіл тамақ береді. Өзі мұғалімдер ол жерде айналысады. Баланы жаңағы барлық интеллект жағынан, барлық жағынан баланы ол жерде дамытады, е?
өзінің ортасы бар, сондай жаңа балалар келетін. Ал ең кішкентай балам қазір садикке барып жүр. Ол да таңертең 8-ден кешкі 6-да келеді. Енді былай ойлап қарасам, қыздар, кезінде тентіреп балаларымды тастап, балаларымды қайда тастаймын, кімге қалдырамын деп жүрген балалардың қазір міне орны бар, қыздар. Егер де мен әлі де солай болып жүре берген кезде, қазір жолдасым шығады, жарайды, егер де араларыңызда білмейтіндер болатын болса, менің жолдасым 2013 жылы біз бизнесқа келдік. 2 жыл екеуміз бірге бизнес жасадық. 2015 жылы 2011 жылы бір фирмада жұмыс жасады. Сол фирманың растрата, яғни көп мөлшерде фирмаға жетпей қалған растратаны осы жаңағы соңғы келген 2 жас балаға бүкіл бухгалтер, генеральный директор, бүкілі менің жолдасым мен қасындағы досына жауып жібереді де 5 жыл сот болады. Сол соттың арқасында 2015 жылы жолдасым 7 жылға сотталып кетеді, қыздар. 2015 жылы енді бизнеста жаңа бүкіл қателіктерімді түсініп келе жатқан кезде менің жолдасым 7 жылға сотталып кетеді. Сол кезде 3 балам болатын, 6 айлық, 2 жасар и 3 жасар балалармен қалып қойдым. Астанада пәтерімде болған жоқ. Ондай қиындықтардың барлығын жаңағы айта беретін болсақ, ондай қиындықтардың барлығы менде де болды. Бірақ біреуге қиындықты айтқанда, сіз өз қиындығыңызды өзіңіз шеше алмай тұрған кезде, сіздің қиындығыңызды ешкім шешпейді. Біреу жаны ашып қарайды, біреу сізге шүкір деп қарайды. Шүкір, мына бишарадан да жағдайым жақсы екен ғой деп. Сондықтан да сіздерге айтатыным, ешқашан ешкімге қиындықтарыңызды айтпауды үйреніңіздер. Мен соны үйрендім. Өйткені мен өте намысшыл болдым. Даже менің қиындығымды, даже менің туыстарым, даже менің мамам, олардың ешқайсысы білген жоқ. Олардың барлығы мен Oriflame-да күшті ақша тауып жүр, Oriflame-да Ғайза күшті табыс тауып жүр. Ол қайдан білсін, менің спонсорымның басқа компанияға кетіп, менің жаңағы командамды басқа жаққа шақырып, солай жасап менің тиынсыз қалғанымды, немесе командама ой қырам жоям деп неше түрлі адамдар 5000 балға дейін, 10.000 балға дейін минус жасап, сол минустарды 3-4 каталог бойы бір тиын алмай жапқанымды олар қайдан білсін. Егер де ол қиындықтарымның барлығын білдіретін болсам, олар маған әрине жаны ашиды. Олар мен ондай жаңағы былықтан шығарғысы келеді. Олар мен олай қиналғанымды көргісі келмейді. Олар сол үшін маған ақыл айтады. Сен қоя салсайшы, сен қоя сал, сен универге бар, білімсіз емессің ғой, білімің бар, сол жерде бар, ол жерде де адамдар жаман өмір сүріп жатқан жоқ деп, Қыздар, сол сөзді естімеу үшін мен Oriflame-нан доход алып жүрмін деп түнде таксовать ететінмін. Біреудің үйіне барып 4 баламен бірге қалай сиямын, жаңағы әке-шешеме барып тұруыма болады, менің жолдасым сотталып кетті, осылай енді кішкене көмектесіңдер деп, бірақ қыздар, мен оны да жасай алған жоқпын. 10.000 теңгелік квартира болсын, мен бөлек тұруға шешім қабылдадым. Қазір сіздер үйлеріңізде жолдастарыңызбен рахаттанып отырып, шай ішіп, жолдастарыңызға еркелеп, жаңа балаларыңызды еркелетіп, солай не жасарларыңызды білмей қайта-қайта прямой эфир көріп жүрген кезде, қыздар, мен түнгі 2-де отырып қандала өлтіретінмін. Клапы бар ғой, кәдімгі өте жаман жанды кеткен, мен сол кезде барып түсіндім. Клапыйдың не екенін, қыздар. Егер де қазір сіз жасай алмайатсыз ба, егер де қазір сізде болмай жатыр ма, ол спонсор жаман немесе компания жаман деген сөз емес, ол значит сізге керек болған жоқ. Мен спонсорым болмаса да компания сатып, бүкіл адам үйін Oriflame-ға жаңағы салып жіберіп, бүкілі звания стаймыз деп миллиондаған ақша салып жіберген кезде де мен Oriflame-да болдым. Мен Oriflame жамандай алған жоқпын. Өйткені оған әрбір адамның басы кінәлі екенін түсіндім. Қыздар, түсінесіздер ма? Сондықтан да егер де қазір сіздерде болмай жатыр ма, просто қажет емес. Оны анадан кінәлап, мынадан кінәлап, кінәні жан-жақтан іздеп. Өйткені мен айтатын болсам, маған өте көп адамдар келеді. Мен ана командада болдым, мен ана структурада болдым, мен ана компанияда болдым, өспедім, үйтпедім, бүйтпедім, сіз мықты директорлар шығардыңыз, сіз мықты жаңағы президенттарды шығардыңыз, сіз мықты бриллиантовый директорларды көптеп шығарып жатырсыз, мен сіздің командаңызда болғым келеді деп. И мен сразу түсінем, бұл қыздан еш нәрсе шықпайтынын, мен өте жақсы түсінемін. Себебі білесіздер ма, басқа жақтан келіп сізге келген адам міндетті түрде белгілі бір уақыт туған кезде басқа жаққа кететін болады. Соны ешқашан ұмытпаңыздар. Біреуді сатқан адам қолайсыз уақыт келген кезде сізді сататын болады. Сондықтан да айналаларыңызға, қыздар, желательно өзіңіз секілді адал, салған уақытыңызды далаға кетірмейтін мықты лидерлардан лидер қалыптастырыңыздар. Себебі білесіздер ма, ондай лидерлар келеді, басында күшті жұмыс жасайды, сосын личкасына шығасың ғой, неге жасамайсың?
Давай мен саған уже 9% болдым. Давай сен уже 15% болдың. Мына адамның барлығы сенің астыңда. Сенің доходың, сенің саяхатың. Давай мен осы үшін түнде ұйықтамай жұмыс жасап жатырмын. Я. Уже ол астынан директор бөлініп кетеді. И бірнеше уақыттан кейін Ғайза ханым, деп проблемалармен шығады қыздар. Уже екінші веткама да көмектесіңіз деген секілді. Сол үшін де ойламаңыздар, ана жақтан секіріп, мына жаққа жүрген адамдар бір күшті адамдар, мықты адамдар деп. Бір ағаш бір жерде көгереді. Ағаш бір жерде тамыр жаяды. Егер де мен осыдан 7 жыл алдым, мені спонсорым переподписка етіп, екінші веткасына жаңа тіркеп алды деп кететін болсам, маған да кетуіме болушы еді қыздар. Егер де менің спонсорым жаңа басқа компанияға кетіп, менің информационный листогыма тыныштық бермей тұр деп, маған да кетуіме болушы еді. Немесе менің спонсорым жаңағы группасы бөлініп лайнерға бару үшін дайын командамен екінші веткаға ауыстырып алды деп, оған да ренжуіме болушы еді қыздар. Мен бірақ оның барлығын осознавать етіп, түсініп, сол жолдан өткеннен кейін командамдағы бірде-бір лидерға ол жолдан өтпеуге жаңағы жағдай жасадым. Сол үшін де қыздар, сіздің өміріңіздегі қиындықтар сізде болғанмен басқа адамға болмауға сіз себепші боласыз. Мен ананы өтіп жатырмын, мынаны өтіп жатырмын деп өздеріңіз аянышты көрсетудің керек жоқ. Потому что мен осы уақытқа дейін бір адамға ешқандай қиындығымды айтқан емеспін. Тек қана осы кезде ғана анаған мотивация болсын, мынаған мотивация болсын, ол да түсінсін. Сіздер қазір ойлайтын шығарсыздар, анау күшті жүр, анау саяхаттап жүр, анау жаңағы мықты бүкіл жағдай ресторанда тамақтанады, немесе анау күшті бір тауларда демалады, соның барлығын ойлап жүрген шығарсыздар. Мыналар күшті, бұлар, конечно, өздері айта береді, өздері жетіп алып, бұларға айту оңай деп, бірақ ойламаңыздар қыздар. Ондай адамдардың өмірі оңай болған жоқ. Ондай адамдардың өмірі оңай болған жоқ. Ол сол қиын өмірден келді, сол өмірге қайтып барғысы келген жоқ, сол үшін де сол өмірді жасады. Сол үшін де сіздерден айтатыным, ешкімге қиындықтарыңыз бөліспеңіздер. Бір адам уайымдайды, ол уайымдайтын сіздің әке-шешеңіз, одан басқа ешкім уайымдайды деп қиындықтарыңызды айтпаңыздар, қыздар. Бірақ адам уайымдайды, ол сіздің анаңыз. Оны уайымдатып қайтесіздер. Осы уақытқа дейін сіздерді өсірді, жетілдірді, жеткізді. Оны керісінше оған қуаныш сыйлаңыз, қайбір өмірі қалды. Керісінше оған қиындықтарыңыз білдірмеңіздер, потому что мен қанша адамдарды көремін, қаншама адамдарды көремін, өзінің әке-шешесімен бүкіл қиындықтарын, керісінше мама маған ренжитін. Сенің ішіңде тұнып тұрған бір проблемаң бар, сен бізбен бөліспейсің. Папа маған ренжитін, айтсайшы, бөліссейші, біз жол көрсетеміз ғой деп. Мен жоқ, олармен қиындығымды бөліспеймін. Өйткені олар осы уақытқа дейін мені жеткізу үшін өздерінің көрген қиындықтары да жетіп жатыр. Сіздерден айтатыным, ең жақын адамыңызға да қиындығыңызды бөліспеңіз, өйткені ол уайымдайды. Ал егер де жақын болмаса, тем более бөліспеңіз, өйткені ол сіз арқылы шүкір айтады. Шүкір, мен мына бейшарадан жақсы екенмін деп, ол өзін одан сайын жалқаулыққа салады. Ол білесіздер, әлсіз адамдар всегда өзінен әлсіз адамдардан шүкіршілікпен бөлінеді. Ал күшті адамдар всегда өзінен жоғары адамдардан. Олар ешқашан өзінен әлсіз адамдармен өзін салыстырмайды. Егер де сіздер өздеріңізді өмірлеріңізде шүкір аналардан жақсымыз ғой деп салыстыратын болсаңыздар, онда сіз әлсізсіз. Сол шүкір деген сөз арқылы өзіңізді жұбатып отырсыз, қыздар. Шүкір, мен анадан жақсымын, шүкір, мен анадан жақсы, шүкірді ұмытпаған жақсы қыздар. Бірақ ол шүкірді жалқаулыққа пайдалануға болмайды. Біздің қанша уақытымыз қалды, қыздар? 10 минуттай уақытымыз қалыпты, қыздар. Қазір мен тез аяқтауға тырысамын. Бұдан кейін жиі сіздермен прямой эфирға шығуға тырысамын, Сонда айтқым келгені, жаңа 150 балды жасайтын кезде менің отбасымда да ұрыс шықты. Сенің басың жасамайды, бірімен аламыз деп, сен қашанғы осында 21 күн сайын сала бересің, біз онсыз да мынаған жеткізе алмай жатырмыз, онсыз да мынаған жеткізе алмай жатырмыз деп жолдасым ренжіді. Сонда мен жолдасыма айтам, Асхат, біз витамин ішіп жатырмыз, міне олжас кішкене дұрысталып қалды, міне біз бередуал қолданбаймыз, ингалятор қолданбаймыз, уже антибиотиктерді азайттық деп. Сонда жолдасым өзінен эффект байқамағандықтан, сенің витаминдерің вообще ешқандай да көмектеспейді деп жаңа менімен ұрсатын. Сол кезде мен түсіндім, мен дұрыс жасамай жатқанымды. Қыздар, егер де сіздердің де араларыңызда үйлеріңізде отырып алып 150 балды салыңыз, егер де адам шақырып, жаңағы сол адамды сопровождать ете алатын болсаңыз, 150 балға қолданыңыз. Қолданыңыздар. Ал егер де сізде пока мүмкіндік жоқ па, сіз білесіз ғой, тағы да 21 күннен кейін 150 бал салу керек екеніңізді, тағы да 21 күннен кейін товарооборот қалыптастыру керек екенін білесіз. Өйткені сіз информация тыңдаған кезде сізге лидер 3 сәтті жасау керек екенін айтты. Оның біріншісі 150 бал. 150 балды әр 21 күн или бір рет жасайсыздар деп айтты ма?
Айтыңыздаршы, сен бір-ақ рет жасайсың 150 баллды деп айтты ма? Жоқ, компанияда егерде доходқа келетін болсаңыздар, әр 21 күн сайын 150 балл құрастырып үйрену керексіздер. 150 балл, егерде сіз бизнесқа келсеңіз, қыздар, примерно 35, ары кеткенде 40 мың теңгенің заты. 40 мың теңгені 40 мың теңгемен сіздер қай жерде бизнес жасайсыздар? Қай жерде? Ешқандай жерде де. Егерде бизнесқа келдіңіздер ма, 40 мың теңгені пока ақшаңыз болмаса, витамин қолданатын мүмкіндігіңіз болмаса, набор кремдер қолданатын мүмкіндігіңіз болмаса, жағдайыңыз мен секілді квартирадан балалардың болашағын жасаймын, жолдасымның жаңағы қиын жұмысынан құтқарамын деп келетін болсаңыз, оған онда қиындықты одан сайын жүктемеңіз. Керісінше сол 40 мың теңгені айналдырып үйреніңіз. Қыздар, кез келген бизнес, магазин, супермаркет, тағы не бар, бутиктар, кез келген бизнес ол айналдырудан тұрады. Айналдырасыз, оборот, қыздар. Түсінесіздер ма? Оны келіп үйіңізге жинап қоя бермеңіз, оборот жасаңыз. Оны айналдырыңыз. Түсінесіздер ма? Айналдырыңыздар. Сол кезде сіздерде ешқандай проблема болмайды. Кімде проблема болады, қыздар? 150 балдан мынандай проблема жасап жүрген адамдарға бизнес өте қиын алынады. Себебі ол 150 балдан, егерде 150 балды былай қарап тұрсаңыз, 5 баланың омега-3 мен мультивитамин, ал бала қазір бәрінде бар. Барлығы мектепке иммунитетін көтергісі келеді. Қазір чаттарға қаншама отзывтар, қыздар, омега-3-ға өзім 100% гарантия берем. Өйткені менің үнемі ингалятормен отыратын, бередуалмен отыратын, өкпесі қысылып қала беретін, 5-ақ минут дегенде өлім үстінде бірақ жететін баламды, қыздар, осы омега-3-дің арқасында мен балаларымның иммунитетін көтеріп алдым. Сол үшін де, қыздар, 5-ақ адамға омега-3 ұсыну арқылы өз бизнесіңізді шығынсыз жасай аласыздар. Одан қорқып, күмәнданып, немесе 150 балл жасай алмадыңыздар ма, қиналмаңыздар. Бірінші бизнестің шарты 150 баллды қиындықсыз, шығынсыз құрастырып үйреніңіздер, айналдырып үйреніңіздер. Басқа жер секілді магазинде айналдырарсыз, бірақ ол пайда сізге қалмайды. Ол арендаға қалады, ол қайтадан зат сатып алуға қалады, ол қайтадан сол магазинді ашам деп ашқан аренда жаңағы кредитіңіздің процентін төлеуге қалады. Сізге дымда қалмайды, қыздар. Түсінесіздер ма? Ал мына жерге 40 мың теңгені айналдырып үйреніңіз. 40 мың теңгені айналдырғанда сізге 20% жеңілдік қалады. 40 мың теңгені айналдырған кезде 150 балдан 10% жаңағы кэшбэк қалады, 10%. 3% өзі маркетинг планның 3% пайдасы қалады. Енді сізде примерно 3,5 мың теңге. 3,5 мың теңгеге үйіңізге зубной паста алыңыз, сабын алыңыз, шампунь алыңыз. Жолдасыңызға айтыңыз, енді біз мына заттарды тегін ала бастадық. Айтыңыз, сол кезде жолдасыңыз сізге қарсы болады ма екен? Айтыңыз, қыздар. Қайта жалқаулықпен 150 балл сала бересіздер. Құдай білсін, сіздің жолдасыңыз бар, вақтыдан ол ақшаны тауып әкелді ма? Құдай білсін, сіздің жолдасыңыз бар, түнімен таксовать етіп, ұйқы безін жаңа іске қосып алып келді ма? Құдай білсін, жолдасыңыз ол ақшаны қайдан алып келді? Ал сіз үйде отырсыз, мен орифлеймен бай боламын, мен орифлеймен күшті боламын деп бүкіл жаңа үйіңізді шығынға кетіріп. Сол үшін де, қыздар, сіздерге айтатыным, 150 баллды бірінші орында шығынсыз жасауды үйреніңіз. Ұялмаңыздар. Неден ұяласыздар? Әдемі өмір сүруден ұяласыздар ма? Немесе балаларыңызды частный мектепке оқытудан ұяласыздар ма? Немесе неден ұяласыздар? Тауға барып демалуға ұяласыздар ма? Саяхаттауға ұяласыздар ма? Отбасыңызбен бірге уақыт өткізуге ұяласыздар ма? Қарызсыз өмір сүруге ұяласыздар ма? Кредитсіз өмір сүруге ұяласыздар? Неден ұяласыздар? Ұялмаймыз, кредитқа той жасауға ұялмаймыз. Бір баламыздың жыртылып қалған етігін тігіп, екінші баламызға кигізгенімізге ұялмаймыз. Қыздар, ұялмаймыз ондай заттардан. Сол үшін де, қыздар, сіздерге айтатыным, ұялмаңыздар. Әдемі өмір, әдемі денсаулық, айналаңыздағы адамды кімге жаныңыз ашиды, мына бизнесті прям былай ұстап алыңыздар, жылап тұрып түсіндіріңіз. Біз 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл келе жатырмыз, не өзгерді? Кіп-кішкентай қыздарды қарашы, қай жері кем, қай жері артық, керісінше біз артық шығармыз, давай деп іштегі намыстарыңызды оятыңыздар, қыздар. Егерде намыс болмай ма, адам жүре береді, не рыба, не мясо. Ал мына іште намыс қайнайды ма, сол намыс түптің түбінде сіздерді бір затқа жеткізетін болады. Қыздарына іштегі намысты оятыңыздар, жүре бермеңіздер. Мына прямой эфир күшті болды деп айтпаңыздар, қыздар. Егерде оны өздеріңіз іске асыра алмасаңыздар, жалқаулықтарыңыз жеңе алмасаңыздар, қайта прямой эфирға кірмеңіздер. Себебі не жасайсыз ол жерде? Бәрібір өзгермей отырсыз, Онда сол уақытта балаңызға ертек оқыңыз, кішкене балаңыздың қалыптасуына көмектеседі. Қыздар, орифлеймға келдіңіздер ма? Уақытты конкретно пайдаланыңыздар. Пайдалана алмайсыздар ма? Мен орифлеймда бизнесте жүрмін демеңіздер. Өйткені сіз орифлеймді біреуге айттыңыз, ол адам сізді бақылайды. Бір күн айтасыз, екінші күн айтасыз, үшінші күні бизнесте өзіңіз жоқсыз. Уже ол адам кімді бақылайды?
Сол үшін де қыздар, келдіңіздер ма? Келген күні неге келгендеріңізді біліңіздер, не үшін келгендеріңізді біліңіздер. И сол принципті қатып тұрып қалыңыздар. Только бір бағытта ғана. Бір бағытта ғана қыздар. 150 балл менің үйімде де реніш болды, менде жолдасымен түсініспеушілік болды, сондықтан да өте жақсы түсінемін. 150 балды қайта-қайта сала берем ба дейтіндерге, қазір сіздерге ең күшті фишка қыздар, омега-3. Омега-3, wellness-пек, сабын, шампунь, онсыз да сол заттардан қыздар 150 балды шығынсыз құрастырып үйренеміз. Уже сіз шығынсыз құрастырдыңыз ба, анағанды айта аласыз, анағанды айта аласыз, анағанды айта аласыз. Егер де сіз шығынмен құрастырдыңыз ба, ешкімге айта алмайсыз. Себебі сіздің үйіңізде осы 150 балл деп ұрыс болып жатыр. Сіздің үйіңізде 150 балл деп реніш болып жатыр. Сіздің үйіңізде 150 балл деп Oriflame кінәлі болып жатыр. Сіздің жалқаулығыңыз емес қыздар. И сіз ойлайсыз, егер де мен оны кіргізетін болсам, оның үйінде де осы ұрыс болатын шығар, оның үйінде де осы реніш болатын шығар. Қой, құрсын бәлесінен аулақ. Онда мен интернеттен басқа адам табайын. Көп адамдардың қателігі қыздар осы. Ал келесіз бе, сол айтпаған адамыңыз бір күні интернеттағы басқа бір адамға барып тіркеледі. Сол үшін де қыздар, сіздерден өтінерім, айналаңыздағы теплый кругтың барлығын маған бүгін андай заявление келді. Егіз қыз, Айман Шолпан деген егіз қыз, қыздар, Айманы басқа жаққа тіркелген, Шолпаны басқа жаққа тіркелген. Түсінесіздер ме? Айманы басқа жақта, Шолпаны басқа жақта. Мен сонда күлем, қалай олар іште жатып, бірге келе жатып, Oriflameға келіп бөлініп кеткеніне түсінбеймін. Или Айман дұрыс айтпады ма, или Шолпан дұрыс айтпады ма? Қыздар, қалай ойлайсыздар? Сол үшін де қыздар, барлық партнерларға қыздар шын іштен келе жатып, бірге келе жатып, не теплый кругпен дұрыс жұмыс жасамау, немесе ол келді де жаңағы переподписка, соның барлығы дұрыс информация бермегеннен болады. Сол үшін де қыздар, дұрыс информация беріңіздер. Туғандар тек қана бір командада да емес, қыздар, бір-біріне тек қана бір линия. Туғандардың спонсоры туғандар болу керек. Болды. Басқа адам емес. Егер де бірнеше уақыт сіз бір ақылды болып, анан артынан тіркеліп алатын шығарсыз, ондай қаншама адамдар кетті, қаншама адамдар жылады, қаншама адамдар жаңағы бүкіл проблемаларын айтып компанияға барды қыздар. Бірақ компания біреуін шығарып берген жоқ. Біреуін блоктан шығарып берген жоқ қыздар. Просто не за что емес, әрине ол біліп тұрып жасады өзі, келді де бүкіл уақыты, бүкіл еңбегі далаға кетті. Мен ғой Айман айтпады дейді. Вот теплый кругқа өзіміз айтпаймыз. Сосын теплый круг басқа жаққа тіркеліп алса, ренжиміз қыздар. Сосын қыздар, міндетті түрде теплый кругтың барлығын айтыңыздар, айқайлап тұрып айтыңыздар, жақсы көріп тұрып айтыңыздар. Егер де балды айтатын болсаңыздар, әрине қиын. Ал егер де мүмкіндікті айтатын болсаңыздар, бизнес өте оңай. Көп адамдар балды ойлайды, көп адамдар халатты ойлайды, көп адамдар шаговый подаркын ойлайды, көп адамдар процентті ойлайды, ал көп адамдар егер де перерегистрация болатын болса, новичок кетеді қыздар. Перерегистрация болатын болса, новичок кетеді. Ал егер де біліп тұрып жасалған перерегистрация болатын болса, онда спонсор да кетеді. Бірақ Таиландқа баратын кезде сіздерге ондай зат керек емес деп ойлаймын. Сол үшін де қыздар, өзіңіз таза жасаңыз, партнерға таза үйретіңіз, и сіздің 100-ші глубинаңызда сол таза қайталанады. Ал егер де сізге звания керек болып, өзіңіз ойыңызға келген жасаңыз, партнер ойына келген жасасын, сіздің глубинаңыз 100-ші глубина, даже ол кезде 100-ші глубина болмайды қыздар. Өйткені әркім өз пайдасына жұмыс жасап кеткен кезде команда болмайды. Әркім өз пайдасына жұмыс жасап кеткен кезде дұрыс структура болмайды. Соны түсініңіздер. Сондықтан да бірінші орында бұл жерде алып келген адамның пайдасына жұмыс жасаймыз. Ол адам уже доходқа шыға бастаған кезде сіздің пайдаңыз. Қыздар, бізде уақыт аз қалды, Қыздар, осыдан шығып, міндетті түрде список знакомықтарыңыз жаңартыңыздар, барлық адамдарға қайтадан жүрекпен түсіндіріңіз. Бұл жерде көп мәселе сіздің дұрыс информация беруіңіз. Егер де прям қалап, сіз жоғарымен байланыс орнатыңыз, қыздар. Жоғарымен байланыс орнатыңыз. Сіз қалай жоғарымен байланыс орнатасыз, сол кезде сізде барлығы орындала бастайды. Жоғарымен қалай байланыс орнатасыз? Бір нәрсені қатты қалап тұрасыз, мысалы таңертең тұрдыңызда, прям жүрегіңіз қатты сеніп тұр. Бүгін сізде рекорд күшті болады, командаңыз мықты лидерлар келетін, сеніп оянасыз ба? Сол күні сізде солай өтеді. Ал сіз уже жаңағы недовольны, жаңағы бермейді сізге ондай кезде, бермейді. Өйткені жоғарыда біліп тұрсыз ол адамды алып кете алмайтыныңызды, жоғарыда біліп тұр ол адам сіз басқара алмайтыныңызды, жоғарыда біліп тұр ол адамды далада қалдыратыныңызды. Сондықтан да қыздар,
элементарный заттарды жақсы көріп, энергия беріп жасауды үйреніңіздер. Сол кезде сіздерде барлығы болады. Бірінші, 150 балды шығымсыз жасаңыздар, сонда сіздің отбасыңызда ұрыс керіс болмайды, өзгеге айтқанда жеңіл түсіндіресіз. Екінші, айналаңыздағы барлық адамға мүмкіндікті айтуға қорықпаңыз. Арасынан сіздің өте мықты лидеріңіз келеді, арасынан сізге золотой бонусты үйіп төгіп миллиондар жасап беретін лидер келетін болады. Сондықтан да адам таңдамаңыз. Барлығына жаңағы список знакомых жаңартып, қайта айту деген болады. Бір рет айтқан адамға 9% болдыңыз ба, қайтадан шығыңыз. 12% болды ма, қайтадан шығыңыз. Қарасайшы, мен өсіп жатырмын, давай кел, уже опыт жинадым, уже адамдар күшті еріп жатыр деп, ал егер деп айтатын болсаңыз, сізге ешкім бермейді. Ал үшінші, ізденіңіз. Сол командаға мен не беремін? Сол командаға отыра бермеңіздер, спонсор переслайд етеді, спонсор білім береді. Егер де спонсордың алған доходын алғыларыңыз келетін болса, қыздар, спонсорды қайталаңыздар. Спонсорды қайталаңыздар. Элементарный бүкіл бизнестің секреті жаңағы спонсорды қайталау. Өйткені спонсор соны жасаған үшін доходқа түсініңіздер, қыздар. Спонсор соны жасаған үшін доход алып отыр. Сіз секілді отырған үшін емес, сіз секілді сылтау айтқан үшін емес, сіз секілді жылаған үшін емес, сіз секілді өмірге түңілген үшін емес. Спонсор сол жасаған үшін алып жатыр. Егер де спонсордың алған доходын алғыңыз келе ма, просто спонсорды қайталаңыз. Спонсор ешқандай формула құрастырып жатқан жоқ. Спонсор ешқандай химияны ашып жатқан жоқ. Спонсор ешнәрсе құрастырып жатқан жоқ. Спонсор болсын болмасын тоқтаусыз инфочат өтеді. Спонсор болсын болмасын таргетингқа береді. Таргетинг, қыздар, новичоктарға арналмаған. Егер де араларыңызда лидерлар болатын болса, айтып жатқаным, таргетинг тоқтатпаңыздар. Таргетингтан мықты лидерлар келеді. Таргетинг сізден уже ақша шығып бастаған кезде, ақша сізді отырғызбайды, жаңағы дұрыс информация беруге асығасыздар. Бұл лидерларға арналған. Кейбір лидерлар бар, қыздар, 500 мың, 600 мың алып отырып, бір 50 мың теңгесін таргетингқа қимайтын лидерлар бар. Сол үшін де, қыздар, командаңызға жаңа адам келіп отыру керек. Всегда жаңа адам келіп отыру керек. Егер де ескі адамнан жалықтыңыз ба, табыңыз жаңа адам. Сол кезде сіздерде бизнес оңай жасалынады, Одан кейін обучение. Бүгін мен командама мынандай тақырыпта обучение өтуім керек. Интернетті былай ақтарыңыз, өзіңіздің сөзіңізбен, қыздар. Всегда өз сөздеріңіз болу керек. Білемін, көп лидерлар бір нәрсе жазбайды. Администрацияда отырады, лидері де отырады. Сол сөзді алады да барады, командасына жібере береді. Қыздар, ұялмайсыздар ма? Қалай результат күтіп отырсыздар? Ол жазылған сөзде титтейде сіздің энергияңыз жоқ қой, қыздар. Қандай результат күтіп отырсыздар? Кім сізді қайталайды деп отырсыз? Қайталайды, ол да переслайд етіп қайталайды. Ал егер де сізді қайталаған қалайсыз ба, оқыңыз. Таңертең жарты сағат кітап оқыңыз. Сол кезде миға неше түрлі командаға айтатын сөздер келе бастайды. Мотивационный роликтар көріңіз, өздеріңізді личностны дамытыңыз, Сол кезде арақатынас сіздің партнерларыңызбен жақсылайды. Бұл жерде бастық болу керек емес. Бастық керек емес, өйткені көп адамдар бастықтан шаршап келді. Бұл жерде, қыздар, наставник керек. Алдында соны жасап көрсететін наставник керек. Ал отырып алып жасаңдар деп чатта бастық бола бермеңіздер. Олай ешқашан өспейсіздер. Просто өзіңіз жасаңыз. Мен осын жасаймын. Келсіңіз командамен. Давай, сен мынаны жаса. И соңында оның барлығы құрылып бірге результат жасайсыздар. Ал өзіңіз жасамай біреуге бір нәрсе жаса деп айтпаңыздар. Өзіңіз жасадыңыз ба, уже өзгеден талап ете аласыз. Ал өзіңіз жасамайсыз ба, талап етпесеңіз де сізді қайталайды. Ал өзіңіз жасамайсыз ба, жасаңдар дей бергенмен ешкім сізді қайталамайды да, жасамайды да, просто өзіңіздің сөзіңіздің құны төмендей береді. Қыздар, бізде 28 минут уақыт қалды. Прямой эфирді сақтап үлгерейін. Алла жазса, келесі каталогта тағы да шығатын боламын. Ол кезде сопровождениемен сіздерге информация беретін боламын. Давайте барлықтарыңызға каталогты сәтті жабуға, қазір отырып Таиландқа тоқтаусыз жұмыс жасауға шақырамын. Өйткені Таиланд даже сіздер ойламағаннан өте мықты болады.